Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен миндальное мукканы өз қолымызбен жасап көреміз. Миндальдың үстіне қайнаған су құйып, бірнеше минутқа жібігенше қалдырамыз. Миндаль жібіген соң, суын төгіп тастап, қабығынан аршимыз. Қабығынан тазартылған миндальды противенге жайып, 80-100 градус аралығында қызған пеште 30 минуттай кепкенге дейін ұстаймыз. Біркелкі болып кебу үшін арасында араластырып тұру керек. Кепкен миндальды пештен шығарып, әбден суытамыз. Енді миндальды блендерге аз-аздан салып үгітеміз. Арасында блендерді тоқтатып, шетіне жабысып қалған миндальды түсіріп араластырамыз. Миндаль ұсақталып, ұнға айнала бастағанда дереу тоқтата қою керек. Ең бастысы миндальды пастаға айналдырып алмау керек. Егер миндальды блендерге көп салып, арасында араластырмай, тоқтатпай езетін болсаңыз, миндальдан май бөлініп, тез арада пастаға айналып кетуі мүмкін. Сол үшін енді ұсақталып, ұн тәріздес бола бастағанда блендерді тоқтатамыз. Ұсақ болып үгілген миндальды ситыдан өткізуге болады. Миндальдан жасалған ұнымыз дайын. Сау болыңыз.